Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін біз пеште пісетін асқабақтан орама дайындайтын боламыз. Дәмі өте ерекше, күшті болып шығатын және бір жесеңіз қайта-қайта жей бергіңіз келетін өте дәмді асқабақтан орама дайындайтын боламыз. Ол үшін ұнымызды електен өткізіп аламыз. Електен өткізілген ұнымызға үстіне 1 ас қасық тұзымызды және 2 ас қасық таза иісі жоқ шемішкі майымызды құятын боламыз. Шемішкі майымызды құйып, жақсылап араластырып алып, үстіне су құйып, қатты жұмсақ немесе тастай қылмай, орташа көлемде қамыр илейміз. Мен бірыңғай қамыр илеген кезде салқын сумен илеймін. Сіздер де солай илеңіздер. Және бұл арада шемішкі майдың қосу себебі қамырымыз жұмсақ, жайылғанда өте күшті болып жайылады. Немесе қоспай жасасаңыздар да болады. Достар, менің видеомды көріп отырсаңыздар, менің каналыма тіркеліп, және жанындағы қоңырау белгісін баса кетіңіздер. Сонда сіз менің видеоларымды алғашқылардың бірі болып көретін боласыз. Қамырымызды тындырып 15 минутқа қойып қоямыз. Енді салмасын дайындайық. Салмасына мен 1 пияз қостым. 1 пиязымызды жақсылап жуып, тазалап, 4 бұрышты етіп турап аламыз. Және де мен асқабақты дәл осындай 4 бұрыш етіп турап алдым. Болмаса сіздер теркіден өткізіп турап алсаңыздар да болады. Мен осылай шағын екеуін осылай теркіден өткізбей 4 бұрышты етіп турап алдым. Асқабағымызды жақсылап турап алып, пиязымыздың үстіне қосамыз. Енді үстіне 1 тұзымызды және қара бұршымызды қосамыз. Егер ұнатсаңыз үстіне май қосып турауға да болады. Бізге осылай асқабақтан жасалған орама өте ұнайды. Салмамызды дайындап болғаннан кейін июі қанып тұрған қамырымызды жаямыз. Қамырымызды кәдімгідей мантыға жайғандай қылып, жұқа қылып жайып шығамыз. Барлық шеті жұқа болып шығуы қажет. Дайын болған қамырымыздың үстіне шемішкі майымызды құямыз. Шемішкі майымыз бізде бүкіл жеріне жағылуы қажет. Осылай бүкіл жеріне жағып шығамыз. Енді үстіне салмамызды салып, жақсылап орап шығамыз. Қызып тұрған пеште 200 градуста 25-30 минутта пісіріп аламыз. Қамырымызды жақсылап орап, табамызға саламыз. Үстіне жұмыртқа жағып, мен үстіне күнжіт септім. Сеппесеңіздер де болады. Немесе жұмыртқа жақпай бетіне шемішкі май жағып, айран жақсаңыздар да жақсылап қызарады. Мен осылай жұмыртқа жағып, бетін күнжітпен әсемдедім. Мінекей қараңыздаршы, өте әдемі және жұмсақ болып шықты. Отбасыларыңызға өте қатты ұнайды деп ойлаймын. Және тез дайын болады. Дәл осы менің рецептіме жасап көруге кеңес беремін. Дәмі де өте ерекше, біздің отбасымызға қатты ұнады. Менің видеом ұнап жатса, сіздерден лайк, комментарий күтемін. Менің каналымның дамуына өз үлесіңізді қоса кетіңіз. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Баян. Ас болсын.